Жартылай ысталған әрі халал үйдің таза ет пен құйрық майдан жасалатын ашы ішекке салынатын краков шұжығын дайындаймыз. Қолдан жасалған керемет дәмді үй шұжығын жасаудағы сіздерге қыр-сырларын жасырмай үйретемін. Оған дейін қиын болмаса тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ал онда бастайық. Сиырдың еті құрғақтау болған соң құйрық майды майдалап төрт бұрыштап қосамыз. Енді дәмдеуіштерді саламыз. 1 килограмм етке 10 грамм нитрит тұзын салу керек. Нитрит тұзы нормадан көп салуға болмайды. Бұл нитрит тұзы шұжықтарға арналған консервант, етімізге түсі ақшыл, қызғылттау реңк беріп тұрады. Кәдімгі ас тұзынан және қара бұрыштан қосамыз. Және фосфат тұзынан да керек. Бұл ет құрғақ болмас үшін қосылады, бірақ 2-3 граммнан артық қолданбаймыз. Енді эффект дәмдеуші керек болады, ол ысталған дәм береді. Енді жақсылап араластырамыз, ақ жіптері көрінгенше 4-5 рет ұрғылаймыз, содан кейін тоңазытқышқа қоя тұрамыз 1-2 сағатқа. Термометрімізде +8, +12 градус болу керек. Немесе уақытыңыз көп болып жатса, тоңазытқышта 8 сағаттай сақтаса болады. Сонда сол керек температураға енеді. Шұжықтың дайын етін 3-ке теңдей бөліп, 3 шұжық шығарамыз. Енді сиырдың аш ішегін дұрыстап тұзы суда тазалап аламыз. Кейін ағын судың астында жуамыз, іші сыртына қайтарамыз да шприц немесе ет тартқышқа саптамасын кигізіп, массамызды өткіземіз. Шұжық шыққанда ең бірінші шыққан бөлігін алып тастаймыз. Ішектің ішінде ауа болмау керек, әйтпесе тесік шұңқырлар пайда болып қалуы мүмкін. Сол болмас үшін ішекті кигізіп, өстіп ұстап тұрып, нығыздап, нығап, тығыздаймыз. Сосын шпагат деген жіппен байлаймыз. Соңын жіппен тағы байлаймыз. Енді бізге пешке арналған термометр керек болады. 80 градус болу керек. Осы 80 градуста 2 сағаттай пісіреміз. 2 сағаттан кейін етке арналған термометрді салып қарап көрсеңіздер болады. Егер термометр 65-72 градусқа дейін болса, шұжықтарымыз дайын болды деген сөз. Мінеки келесі күнгі кескен шұжығымыз өзі тығыз, иісі жағымды. Сіздер сапалы үйдің қолдан жасалған сенімді шұжығын жасап үйрендіңіздер. Енді үйдегілерге істеп беріп таңғалдыру қалды. Үйден шұжық жасап жегеннен кейін дүкеннің шұжығын жей алмай қалатындарыңыз анық. Жасалуы қиын емес, 1-2 рет істеп технологиясын жасап көрсеңіздер, үйреніп аласыздар. Осы Назик Кук YouTube арнасында шұжықтар деген плейлистте финский үй сервелат шұжығының да рецепті бар. Сұрақтарыңыз болса, сұрап пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Лайк басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Менің оқырмандарым сіздер үйренсін деп тырыстым, ал астарыңыз дәмді болсын.